поставщиктерді қалай қосу керек және поставщиктердің оплатасын қалай төлеуге болатынын көрсететін боламын. Ол үшін настройкаға кіреміз, поставщикке склад дегенді басамыз. Осы жерде мінекей поставщикке деп тұр. Енді мынау біздің поставщикке беретін ақшамыз. Енді қазір Азамат деген осындай поставщикте 431 мың теңге долг тұр, яғни мынау 128 мың теңге төленген, 431 мың долг бізде. Енді осы поставщиктерді қалай қосу керек? Бірінші, добавить нового поставщика деген басамыз. Мына жерге атын толық жазамыз. IP болса IP, телефон номер болса телефон номер, адресін жазамыз. Комментарий керек болса комментарий жазамыз. Сохранить басамыз. Окей. Енді мына жерде Азамат деген мінекей мынау біздің поставщик. Сіздер осы поставщикте мінекей плюс батырмасын басу арқылы жаңағындай осы поставщиктен не аласыздар? Складта тұрған заттарды осы жерге кіргізіп қоюларыңызға болады. Бірақ біз қазір осы сабағымызда тек қана осы мына дебет кредит дегендерді түсіндіретін боламын. Мына 560 мың теңге мына поставщикте жалпы төлену керек болған ақша. Біз 128 мың теңгесін төлегенбіз. Бізде долгта 431 мың теңге тұр. Енді біз қазір осы поставщигімізге 200 мың теңге төлем жасайық. Ол үшін мінекей қызыл батырманы басамыз. Мінекей общий сумма тұр. Мына жерге оплачено деген жерге мінекей 200 мың теңге. Сохранить басамыз. Мінекей бізде қазір долгта 360 мың теңге қалды. 200 мың теңгесі төленді. Общий 560 мың теңге.